Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып, мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін сіздерге Наполеон тортын жасауды үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ол үшін бізге керек болады ұн, сары май, су, разрыхлитель, жұмыртқа, тұз және кішкене уксус керек болады. Ең алдымен Наполеон тортымыздың қамырын илеп алатын боламыз. Ұнымызды, разрыхлителімізді салып, сары майымызды дәл осылай өткіштің көмегімен өткізіп аламыз. Сары майымыз мұздай қатып тұрған болуы қажет. Өткізіп алдық. Енді қолымызбен жеңіл араластырамыз. Қатты араластырып жіберуге болмайды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай крошка дайын болды. Ал енді жұмыртқамызды жақсылап араластырып, суымызға жартысын саламыз. Тұзымызды саламыз. Жұмыртқаның жартысын ғана қолдандым. Енді бір қасық осындай уксус қолданамыз. Жақсылап араластырып, қамырымызға жайлап құямыз. Жартысын құйып тез қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай мен қамырды қатты илеп жатқан жоқпын, әшейін араластырып тұрмын. Қамырымызды жеңіл-желпі араластырып аламыз. Қатты мыжғып араластыруға болмайды. Және қамырға қосатын суымызда мұздай болуы қажет. Тез еріп кетпей тұрғанда жасауымыз қажет. Ал қамырымызда дайын болды. Енді қамырымызды мен алдымен 8 бөлікке бөліп алдым. Бөлінген дайын қамырларымызды әдемілеп форма беріп, мұздатқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажет болады сүт, шекер, кукурузный крахмал, ұн, ванилин, жұмыртқа, сары май, сгущенка қажет болады. Мен заварной крем жасайтын боламын. Ұнымызды саламыз, шекерімізді, крахмалымызды саламыз, ванилинімізді саламыз. Және жұмыртқамызды саламыз. Сүтімізді кішкене құйып аламыз. Енді венчиктің көмегімен біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Достар, бұл тортқа өздеріңіз қалаған кремді қолдана аласыздар. Мен осы заварной кремді қолдандым. Бұл крем универсальный. Сіздер бұны медовый торттарына, Наполеон торттарына жасасаңыздар болады. Және эклер жасасаңыз, соған да қолдансаңыз болады. Сүтімізді құйып жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді жақсылап сүзіп алатын боламыз. Крем әдемі шығу үшін дәл осылай сүзіп аламыз. Ал сүзіп алдық. Енді газға қойып, жақсылап араластырып тұрамыз. Араластырмасаңыз түбіне алып, креміміз әдемі болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да дәл осылай араластыруымыз қажет. Ерінбестен араластырамыз. Дәл осылай қайнап бастайды. Ал енді осы кезде тез араластыруымыз қажет. Дәл осындай крем болады. Ал біздің креміміз де дайын болды. Дәл осындай қою крем болады. Енді газдың астын өшіреміз. Дәл осындай ыстық кезінде сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал біздің крем дәл осындай болды. Енді үстін пленкамен жауып, мұздай жерге қоямыз. Енді біздің креміміз дайын болғанға дейін қамырларымызды пісіріп аламыз. Мен сол 8 қамырымды тағы 2 бөлікке бөліп шықтым. Сонда менде 16 қамыр болды. Тез дәл осылай жайып аламыз. Жұқа болуы қажет. Енді пергамент қағаздың үстіне қойып, 22 диаметр формада кесіп алдым. Үлкендеу болған қаласаңыздар, үлкендеуде жасасаңыздар болады. Енді вилканың көмегімен тесіп алдым. Тез қызып тұрған 250 градуста 5-6 минутта тез пісіріп алатын боламыз. Қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Дәл осындай жұп-жұқа қамыр болады және дәл бөлгеніңізде дәл осындай болады. Біздің қамырларымыз пісіп дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай жұп-жұқа әдемі қамырлар болады. Кішкене қызартамын десеңіздер, қызартсаңыздар болады. Мен ондай қызартқан жоқпын. Крем суыды. Көріп тұрғаныңыздай осындай қою крем болады. Енді өзіңіз қалауыңызға байланысты сгущенное молоко қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен қостым, дәмі
әдемі болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл кремді заварной мороженый крем деп атайды. Дәл осындай крем болады. Ал енді формамызға жақсылап крем жағып жинаймыз қамырларымызды. Осындай формамызды қойып аламыз. Кішкене крем жағып аламыз. Енді дәл осылай тез-тез қамырларымызды қойып кремдеп ала береміз. Креміміз барлығына жетіп кішкене артады. Мен қамырларды салып жатқан кезде байқаған болсаңыз, теріс жағын салып жатырмын. Кремдерін жағып алғаннан кейін дайын тортымызды формасын алмай 1 сағатқа тоңазытқышқа қойдым. Енді біздің қамырымыз дайын болғанға дейін шетінен шыққанда осындай крошкаларды майдалап аламын. Майдалап дайындап алдық. Біздің тортымыз 1 сағат тұрды. Ал енді үстін безендіріп аламыз. Жаңа майдалап алған крошкаларымызды шеттеріне дәл осылай жабыстырып аламыз. Наполеон тортымыздың шеттеріне әдемілеп крошкаларымызды жабыстырып аламыз, және үстіңгі жағына да дәл осылай крошкаларды сеуіп қойсаңыздар болады. Мен басқашалау болғанын қаладым, сондықтан да үстіне крошка сепкен жоқпын. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецептердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады, және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Шеттеріне әдемілеп дәл осылай крошкаларын жабыстырып алдым. Ал енді маған осындай шоколад қажет болады. Микротолқынды пеште ерітіп алып, кішкене сұйық майымызды салып, араластырып, үстіне құямын. Енді жақсылап бір тегіс етіп, барлық жеріне тегізіп жағып аламын. Қалған крошкаларымызды әдемілік үшін шеттеріне кішкене-кішкенеден жағып шығамыз. Ал енді кішкене қара шоколадтай ертіп алып, үстінен әдемілеп жағып алатын боламыз. Шоколадымызды жағып алдық. Достар, көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай әдемі, ерекше Наполеон тортымыз да дайын болды. Дастарханның көркін ашатын, барлығына бірден ұнайтын, өте дәмді, ерекше торт болады. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады, және жақындарыңызды осы тортты жасау арқылы да қуантырсаңыздар болады. Достар, сіздерге Наполеон тортымыздың видеосы ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Қоңырауша түймешесін де басып қойыңыздар, сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көресіздер.